Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма, барсыздар ма? Бүгін Ақтөбеге келіп, өзім сары қозымен кешкі ужинға келдік. Ужинға келіп отырмыз. Қайнапам бар, бажам бар. Мына жердің тамағы деген ләлә, достар. Мықты. Тамақтар өте дәмді екен, достар. Келіңіздер. Қазір қай жерде, қай елде орналасқан бәрін жазып беретін боламын. Инстаграм парақшасын белгілейтін боламыз. Күтіңіздер. Ассалаумағалейкум, достар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Көптерін Инстаграм парақшасына шықпай кеттік. Бірлі белгілі себептермен. Сол бүгін Ақтөбе қаласына келіп, Ақтөбе қаласы Сәңкөй Батыры 24-еде жаңадан Мұстафа деген кафе ашылған ағайындар. Қазір таңда сол біз кафеге келіп жатқан жайтымыз бар. Кафенің іші өте уютный екен ағайындар. Мына жерде біз скорый екіне болады дейді. Сол мына жерге келіп, бажам бар, қайнапам бар. Әдеттегідей өзімнің сары қозым бар. Бүгін ауқаттануға келіп жатқан жайтымыз бар. Кафенің ішін көрсетсеңіздер, кафенің іші міне осындай болады. Әдемі, тыныш. Бұл кафе таңғы сағат 10-нан кешке 7-ге дейін істейткен негізі, достар. Сол себепті ол Сәңкөй 24-е ол қай жерде де орналасқан десеңіздер, ол кафе Юг Западта Заводской роводға қарама-қарсы тұр ағайындар. Тез табу үшін айтып жатырмын, Заводской роводға қарама-қарсы тұр. Сәңкөй Батыр 24-е. Келіңіздер, сіздерді күтетін болады ағайындар. Жаңа Мұстафа кафесі қай жерде орналасқан десеңіздер, көрсетіп жіберейін. Мына жақтан Юг Запад жақтан келесіздер. Міне алдарыңызда Заводской роводы тұр. Мынау Шанхай жақтан келетін жақ. Мына жерде алдында новый тракторлы сататын жер бар. Міне Мұстафа деген, міне восточный кухня. Енді дәмі өте керемет ағайындар. Келсеңіздер, мына жаққа келіп тамақ ішіңіздер, өкінбейсіздер. Сосын бұл жерде қымызға дейін бар ағайындар. Халал кафе, қымыз ішіп, достарымен отыруға да болады. Өте ыңғайлы және тыныш. Сол себепті Мұстафа кафе сіздер күтетін болады. Ағайындар, келіңіздер, қапы қалмаңыздар. Тағы да бір көрсетейін. Міне Юг Запад жақ, мынау Шанхай жақ, мына тұрған міне Заводской роводы. Ал біз шықтық, боянып, күшті болып, бүйтіп бар дүниеміз тағылады деп басылай. Үйдің қасында күшті чайхана ашылды деген болатын. Сол жерге қайнапаларымды да көрсетейінші, күшті жер ашылғанын, тамақтар өте дәмді. Сол жерге барып, әңгіме дүкен құрып, әңгімелесіп отыруға барайын деп жатыр. Чай ішеміз, тамақ ішіп кетеміз.